Хабарымыз жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Жақсылық Ысқақов 85 жасқа толды. Агроном диқаншы ғалым 50 жылға жуық өңіріміз бен еліміздің дамуына атсалысқан. Қарияның ерен еңбегі бірнеше рет еленген. Бүгінде Жақсылық Ғабдоллаұлы ерен еңбек үшін құрмет белгісі, еңбек қызыл ту сынды марапаттардың иегері. Мерейтой иесін облыс әкімі Құмар Ақсақалов құттықтады. Еңбек ардагері Жақсылық Ысқақов кезінде ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткен. Машина трактор станциясында, кейін совхозда бас агроном қызметтерін атқарған. Мерейтой иесін аймақ басшысы Құмар Ақсақалов құттықтап, қарияның өмір жолына қысқаша тоқталып өтті. Жақсылық аға еңбек жолын 1954 жылы Полудинск машина трактор станциясының агрономы болып бастады. 20 жылға жуық біздің өңіріміздің ауыл шаруашылығы саласын басқардыңыз. Сіздің жетекшілігіңізбен мал шаруашылығында тың технологиялар қолданыла бастады. Соның арқасында ет пен сүт өндіру 2 есеге артып, егіннің берекелігі гектарына 5 центнерге дейін жетті. Бұдан бөлек Жақсылық Ғабдоллаұлы 1985 пен 91 жылдар аралығында Павлодар облыстық атқару комитетінің төрағасы болып қызмет етіп, сол өңірдің дамуына да сүбелі үлес қосты. Бұдан кейін аймақ басшысы мерейтой иесін марапаттап, сыйлық табыс етті. Как вы знаете, картины нашего самого известного художника Смирнова, мы посчитали, что это символ нашей области, поэтому от всех североказахстанцев на память о нас. Кейін Жақсылық Ысқақовты жерлестері де құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Біз енді сіздің соңыңыздан ерген інілеріңізбіз. Сонау 70-ші жылы келіп, ауыл шаруашылығында агроном болып істеп жүрген кездерде, мен ойлаймын, 80-ші жылдар осы мынау солтүстік Қазақстан өңірінде агротехниканың бір жоғарына шығына жеткен кез болды ғой деп. Өйткені әрбір дәннің қасынан минеральный удобрениенің грануласын табу керек болды. И солай себілді да. И соған орай еліміздің мынау ауыл шаруашылығындағы егін шаруашылығы үлкен жағдайға жетіп өркендеді. Соның басы қасында жүрген сіз болдыңыз аға. Сізбен бір кездесу ол кезде сіздің ақылыңызды, сөзіңізді тыңдау біз үшін үлкен мәртебе болатын. Жалпы Жақсылық Ысқақов 1932 жылы 23 наурызда қазіргі Есіл аудандағы Бұлақ ауылында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтын, Тимирязев атындағы ауыл шаруашылығы академиясын, Кеңес одағы коммунистік партиясының орталық комитеті жанындағы жоғары партиялық мектепті тамамдаған. Бүгінде Жақсылық Ғабдоллаұлы 3 жылдан 7 немере мен 4 шөбере сүйіп отыр. Біздің жұмыс істеп жүрген уақытта біздің облыс бірінші рет мәдениеті жоғарғы жер деген неге атқа ие болдық. Земли высокой культуры земледелия Северо-Казахстанской области. Сондықтан онда өзіміз бәріміз жұмыс істеген халықтың еңбегі, халықтар бізде сонда жақсы болды. Кездесу соңында барлығы естелікке суретке түсті. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.